Қалайсыздар, амансыздар ма? Қош келіп қалдық. Сіз соңғы маусымда қашан болдыңыз? Мен бір 5-ші маусымда бір 6-ші маусымда ма аяғында бір кетіп кеткенім бар. Сәл бір травмамен ешбейді. Енді 1,5 жылдан кейін қайта оралдыңыз. Кетіп тұрмын енді. Қазақ ойар таламыз. Қазақ елім, Қырғыз елім, Өзбекстан, Қарақалпақстан сүйікті Қосылайық көрермендері, рахмет сіздерге. Енді осы Қосылайықтың YouTube жарылып жатыр. Жарылып жатыр ма? Рахмет, көп қолдауларыңызға рахмет. Алла разы болсын, аман болыңыздар. Енді бізде келіп қалдық, енді барлығы келіп опты ғой шын. Былай айтқан кезде диплом алмағандар келіп опты. Әр сезоннан бүйтіп келген сияқты. Соны мен де көрдік, ауылда жатқам жазда негізі. Мен де бағым сынап көрейін, может. Жаңып кетуім мүмкін ғой. Сен талапқа қандай қызға қоямын? Талап деген күшті біздің деп ше. Талап айта алмай қалдық қой қазір. Өзіме ұнаса, мінез жақсы болса, Біз түсіретін емес, точно. Сода Ернардың достары көп, қыз достары. жоқ, қыз достары болғанда енді ағерке бұл жалғыз жан досы ғой. Біз арасында қосаққа келгенде сөйлесіп тұратын достармыз. өмірде қатты былай бүйтіп араласпаймыз. Бұл жерде бір-біріне Ернар просто қызды сыйлап тұрамын, қыз ретінде ше, оған сезім болып тұрған жоқ, ол көрініп тұр ғой. Ал қызды Мысалы сіз қызылында болсам, иә, онда болса мен айтатын, жаным әшейін, До свидания, жүре бер, короче, конечно, до свидания барып тұратын. демек қызда Мен жалпы қасындағы адамның дос ретінде болсын, басқа бір темалар болып адам, басқадан все, мен оған араласпаймын. Ондай нәрседе жүрмеймін мен. Ой, кино болып жатыр, кино болып жатыр, көріп жатырмыз енді. Енді білмеймін, честно, мен уже басым. Өзің шаршаған жоқсың ба? Мен шаршап кеттім. Ана не деп жатыр мысалы? Эфирді көріп жатыр. Барлығы енді ол кісілер негізі көп қарай бермейді да, бірақ всегда маған Дегенмен өзіңнің ойыңда тұрған нәрсеңді істе деген сияқты сондай нәрселер айтады. Сен мысалы сөздің аузында өзіне сұрақ қоясың ба? Мұндай қарым-қатынас саған керек пе? Сенің болашақ жігітінің, жарының өзге қызда ойы болып жүргені. Маған бұндай қарым-қатынас негізі керек. Онда мен қатты аңқау, ақ көңіл адаммын ше. Басқа адам көңіліне қарап жүре беремін. Сонымен мен ойлап отырмын, может, болды, все, хватит.